Өздеріңізге белгілі, жуырда біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің бір сөздерінде мына жошы ұлысының мұрагері біздің Қазақстан дегені. Ол кісінің айтып тұрғаны жай ғана мұрагерлік емес, бұл бүкіл өркениетін сол елдің жошы ұлысының, олардың құндылықтарын, олардың жетістіктерін, құрылымдарын бәрін зерттеп, өзіміз осы өмірде қолдануымызға шақырып тұр деп мен ойлаймын. Осы туралы, жошы ұлысы туралы мен де бір ой пікірімді айтайын дегенмін. Әлі есімде, кеңес уақытында мынау Ресейдің тарихшылары, мен өзім Ресейде оқығам кезінде жоғары оқу орнын, мына жошы ұлысын 16 ғасырдың ортасынан бастап Алтын Орда деген. Алтын Орданың мына тарихын бұлар 1000 көп болса 480 жылмен бітірген. Иван үшінші ғой деймін, соның уақытымен. Ал мына ұлы дала бәрі бос жатқан ел сияқты әңгімелеп айтатын. Ал мынау татар хандығы, Сібір хандығы, Қазан хандығы, Қазақ хандығы, бұлар туралы айтса дағы жошы ұлысына, Алтын Ордаға ешқандай қатысы жоқ сияқты қылып айтатын. Екінші бір жағынан, мынау Алтын Орда сондай бір қатыгез, артта қалған, дамымаған, сондай бір адамдарды құнды деп санамайтын, адамды өлтіру деген мына мас өлтіргендей осындай бір пікірлер қалыптастырған болатын. Енді қазіргі міне 30-34 жылда жаңа Ресей, енді осы жаңа Ресейде де осы өкінішке орай бұлардың пікірлері әлі өзгерген жоқ. Осы жуырда әлеуметтік желіні қарап отырсам, Ресейдің тіпті президенті Владимир Путин Орда туралы былай депті. Давайте вспомним то, что происходило во времена, скажем, Александра Невского. Ведь он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение, в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию с Запада. Почему? А потому что ордынцы вели себя нагло, жестоко. Енді бұл кісінің сөзі, мына ордалықтар өздерін өркөкірек, қатыгез ұстанды, немесе ордалықтар озбырлықпен қатыгездік көрсетті деген жаңа аударма сөз. Бұл мен келіспеймін. Мына бар пәле Ордадан, жошы ұлысынан емес, бұл мына Рюрик әулеті сол кезде, Батыйдың кезінде 8-ші буынның синдромы деген теория бойынша сол үрдісті өтіп жатқан болатын. Бұл теория бойынша мына екі айналым, мына Рюриктің атасына санағанда 7-ші Ярослав Мудрый жалғыз қалған, 12-13 баланың ішінен соның ұрпақтары 4-ші буыннан бастап билікке таласып, 5-ші, 6-ші, 7-шіге келген кезде ең үлкен таласу шегіне жетіп, біреу ғана қалу керек, бір-бірін қырып тастау керек, біздің теория бойынша. Ал 8-шілер болса, жаңағы біреудің, олар бір-бірімен ағайындар, бір-бірінен жұлып, мемлекетті құлату керек. Осындай 7-ші буында, 2-ші айналымның бұлар өтіп жатқан. 1223 жылы оңтүстік мына Русь, қазір Украина ғой, 7-8 князьдары қыпшақтармен қосылып, мына Қалқа өзенінде соғысып, бұлар жеңіліп болған. Себебі 80 мың болса дағы соғыс кезінде бірліктері болмай, кейбір мына мысалы Мстислав Старый дейді, Киевский, ол тіпті соғысқа да қатысқан жоқ, қарап тұрды алыстан. Мынау біреуі қашып кетті өзінің полкымен. Сондай жағдайлары болып, 7-шілер бұлар
жаңағы қандай да жолмен өзінің ағайындарын жетінші жойғанды іштей қалап тұрады. Оны өздері түсінбейді. Осындай жағдайда енді Батый 1000 аталарының өсиетін орындап, ол 1336 жылы бастайды. Сөйтіп мынау Руська, солтүстік шығыс Русьна, бұл 1937 жылы жетеді. Енді жеткенде бұл солтүстік мынау шығыс Руси, бұған келетіндері Рязань, Владимир, мына Москва, осындай жаңа қалалар көптеген. Осы Рязаннан бастайды. Енді бұнда солтүстік Русияда жалпы жетіншілер отырған. Мынау Рязанның князі Юрий Игоревич, мына 1237 жылдың аяғында, қараша айында басқалардан көмек сұрайды. Басқалар болған кезде бұл мына Михаил Черниговтан көмек сұрайды. Черниговта басқа немен, бұл да жетінші. Бұл көмекке келе ме? Бұл көмекке келмейді. Айтатыны, қалқа соғысында сен көмек жасамағасын, мен бармаймын деп, бұл Киевте отырып алады. Ал екінші бір айтқаны, бұл мына кімнің, Александр Невскийдің әкесінің ағасы Юрий. Бұл Владимирде отырған. Бұл да бармайды. Бұның бармайтыны, бұлар енді тіпті мына мен таблица сыздым, соны қарайық. Міне қарап тұрсыздар, Юрий Всеволод, Большое гнездоның жаңағы баласы Юрий. Бұл мен өзім ағайын туыстарымды шақырып соққы беремін, мен бармаймын деп, бұл бармай қояды. Сөйтіп бірліктері болмайды жетіншілерде. Енді мына Рязан құлағаннан кейін келесі Владимир князьдігі жаңағы Юрий Всеволодович отыр. Ол аз ғана адамды қалдырып, өзі мына қол жинаймын деп, мынау Сети өзеніне кетеді. Артынан Моңғол отряды қуып, жаңағы Сети өзенінде жетіп, бұны қырып тастайды. Бірақ бұл да басқа жаңағы князьдарға көмек сұраған. Сонда ешкім келген жоқ. Александр Невский онда Новгородта отыр. Әскері бар. Ол келген жоқ. Не келген жоқ? Ол жетінші. Мынау немере ағасы болып тұр ғой. Жетінші. Оның туған інісі, мына Юрийдің, мынау Александр Невскийдің әкесі, ол да келген жоқ. Ал енді мынау Михаил Черниговский, мынау Даниил, мына Романович Галицкий, бұлар да келген жоқ. 7-ші, 8-ші жаңағы Южный, яғни оңтүстік Рустен. Сөйтіп, бұлар қысқасын айтқанда бір-бірлеп, бұлар 7-шілері бастары қосылмай жеңіліп қалады. Екінші бір айтатыны, жеңіліп қалғаннан кейін, мына қағанаттың, Шыңғысхан құрған қағанаттың құрылымының ерекшелігі, жеңілген елдің князьдерінің арасынан бір ұлы князь тағайындалады. Оған басқа князьдер жаңағы бағынышты болу керек. Ал ұлы князьді Батый бекітуге оның құқығы жоқ, қағанға жібереді, Қарақұрымға. Сөйтіп Батый 1240 жылы бәрін жеңіп, Киевті қиратып, ақыры Европаға жаққа кетіп, ол 42 жылы оралады. Венгрия, Польшада, Лигницада соққы беріп, өгедей өлгеннен кейін оралып, өзі сарайын құрады. Ал 1243 жылы шақырады ең үлкені Александр Невскийдің әкесі Ярослав. Сол Ярослав барғаннан кейін оны дұрыс деп санып, бұны неге жібереді? Қарақұрымға бекітуге. Бұл қысқасын айтқанда Қарақұрымға келе жатып, 1246 жылы жолда өледі. Сөздің қысқасы, енді бұлар рюриктер, жетіншілер билікке таласады.
осы билікке таласу кезінде бір-бірін аямай өлтіреді, қатыгездік көрсетеді. Мен бірнеше мысал келтірейін. Мына Ярослав өлгеннен кейін оның інісі Святослав жасы келген, өзі әлжуаз болу керек, оны орынша қойған болу керек, Батый. Бірақ та мына жаңағы өлген Ярославтың екі ұлы Александр Невский мен оның інісі Андрей жеке-жеке шауып Батыйға барады. Ал Батый оларды Қарақорымға жібереді. Бұлар Қарақорымда 2 жыл болады. Сол уақытта бұлардың үшінші бауыры Михаил ана өзінің немере ағасын тақтан тайдырып, орнынан тайдырып, көтеріліс жасап, соның орнына отырады. Бірақ бірнеше айдан кейін литвалықтар келіп соғысып, ол қаза болады. Ол қанша адам қаза болды, және тақтан тайдырғанда қанша адам өлді, қандай жауыздықтар болды, олар айтылмаған. Бірақ адамдар өлген, и бұған кінәлі жаңағы рюриктардың өздері. Алтын Орданың Жошы ұлыстың ешқандай қатысы болмаған. Енді 2 жылдан кейін келгенде мына Андрей мен Александр екеуіне 2 князьдік берген. Андрейге Владимир князьдігін, Оғыл Қаймыш мынау күйік өлген, соның әйел Оғыл Қаймыш жаңағы Андрейге Владимир князьдігін, ал мынау Александрға оның ағасы болу керек, оған мына қиратылған Киев князьдігін және бүкіл Русь жерін. Бірақ мына оған көңілі толмайды Александрдың. Сөйтіп Александр ойлап жүріп, жаңағы Владимир князьдігін қалай алу керек, ақыры ебін тауып, бұл Сартаққа барып, ана інісі Андрейді жамандап, бұл мына ордаға қарсы көтеріліс жасайын деп жатыр, одақтас деп жатыр, осындай айтып, ақыры содан қол алып, мынау Андрейдің әскерін быт-шыт қылып, Андрей қашады. Новгородқа қашады, қан төгіс болады үлкен. Одан кейін Новгород қабылдамағаннан кейін Швецияға қашады. Осы адамның өлімдерінде жаңағы кім кінәлі? Жаңағы Александр мен Андрей кінәлі. Билікке таласқан. Ал орда тәртіп керек. Енді тағы да бір мына мысал мына Александр Невский Владимир князьдігін осылай алады. Сонымен мына Александр мен Андрейдің арасында қырғын болып, осы қырғын тағы үшін болған 1252 жылы болған Неврюева рать деген атпен тарихта қалады. Бұған енді кім кінәлі? Жаңа 2 ағайынды інілі кінәлі. Тағы да бір мысал, билікті енді жалғыз ғана Александр Невский қалады. Бұл өлгеннен кейін оның 4 баласы билікке таласады. Тіпті өлмей тұрған кезде оның үлкен баласы Василий. Бұл Новгородта князьдік құрып отырған. Бұл енді 8-ші ғой. Ал 8-шілердің психологиялар бұл мемлекеттен өзінің бір үлесін жұлып алып, өз алдына бір кішкентай мемлекет құру. Жаңағы Новгородта мына санақ жасатпаймыз, біз мына налог төлемейміз деп, бұлар шатақ шығарады 1257 жылы. Соны мынау Александр Невский келіп, өзінің күшімен бұларды қырып жойып, мұрындарын кесіп, көздерін шығарып, жаңағыларды тізертіп отырғызады. Ал өзінің баласын Суздальға жібереді, и содан бұның баласы, үлкен баласы өшіп болады. Осы кім кінәлі бұған? Осындай жауыздық болған. Жаңағы Александр Невскийдің баласы 8-ші кінәлі. Тағы да енді мына Дюденева рать деген бар. Рать деген соғыс деген сөз ғой. 1293 жылы болған. Бұл енді жаңағы Александр Невскийдің 2-ші баласы Дмитрий. Бұл әкесі өлгеннен кейін жаңағы Переславле Залесскийдің князі болады, и артынан мына Владимир князьдігінде князі болады.
бірақ оған өзінің мынау інісі Андрей билікке таласады. Ақыры мынау Андрей ордаға барып жамандап ағасын, одан мынау Тоқты-ханнан қол алып келіп, жаңағы тудан жібереді інісін. Тоқты-хан осы туданға арқа сүйеп, бұл жаңағы ағасын быт-шыт шығарып өзі таққа отырады. Сонда осылардың кесірінен 14 қала қиратылып бұзылған еді. Бұған кім кінәлі? Жаңағы екі ағайынды бірін жамандап, жаңағы көтеріліс жасап жүрген. Енді одан кейін жаңағы ағасын алып өзі таққа отырады. Енді тағы да бір осындай күйзеліс болған 1327 жылы Федорчук Ратти дейді. Ратти деген соғыс. Бұнда да мына екі қала Тверь және Москвада Иван Калита, анда да ағайын отырған, екеуі бәсекелес болып, ақыры жаңағы Иван Калита өзінің ісін істеп, Тверьді быт-шыт қылады. Мына кітапта мысалы бұрын Ережен Харадаван бірнеше рет көрсеткен, бұнда былай деп жазылады. Яғни Тоқта поручил Калите наказать тверского князя за восстание, что и было исполнено, и за что Калита и получил в 1328 году великокняжеский престол. Осылай мынау зұлымдық, қатыгездік, адам өлтіру, бұл осы рюктердің өздеріне байланысты болған, билікке таласқан. Ал мына жошы ұлысы, мынау билік, олар тәртіп керек. Сондықтан тәртіпті орнатып отырған. Мен қазір білмеймін, егерде мынау Ресей Федерациясында қандай да бір нелер болса, көтеріліс болса, не болса, енді күш қолданып жатыр ғой. Бұлар өздерінің істеп жатқандарын қазіргі гуманизмге санап, ал мына жошы кезіндегі ол зұлымдық деп ойлап тұрма, олай болмау керек. Сондықтан тәртіпті орнатып, мемлекеттің ісін жошы ұлысы ары қарай жалғастырып отырған. Енді жошы жалпы ұлысында мына күш қолдану, басқа жеңілген халықтың мәдениетін, дінін, тілін қол сұғушылық жасау ондай болмаған. Ондай болмаған, болу мүмкін емес. Әсіресе діні туралы. Тіпті ол енді Шыңғысханнан келе жатқан дүние. Мысалы, қалай билейді, 50-60 миллионы бар оңтүстік суындық қалай билейді? Егерде осындай зұлым болса, халық көтеріледі ғой. Сондықтан Шыңғысханның айтқан ұстамдарын орындап, тіпті оны ары қарай дамытқан. Мысалы, мына Ережен Харадаван орыстардың шіркеуін қорғау туралы былай жазады. Ол Менгу Темур кезінде былай депті. Мен оқып шығайын. 248 бетінде. В 1270 году хан Менгу Темур, а Менгу Темур ол өте күшті тұлға болған, ол Шыңғысханның атасынан санағанда 7-ші. Издал следующий указ. На Руси да не дерзнет никто посрамлять церквей и обижать митрополитов и подчиненных ему архимандритов, протоиереев, иереев и так далее. Свободными от всех податей и повинностей да будет их города, области, деревни, земли, охота, улеи, луга, леса, огороды, сады, мельница и молочное хозяйство. Все это принадлежит Богу, и сами они Божьи, да, помолятся они о нас. Енді осы Менгу Темірдің 7-ші ұрпағы, 7-ші буыны, хан Өзбек, ол туралы былай жазады. Хан Өзбек еще расширил привилегии церкви. Все чины православной церкви и все монахи подлежат лишь суду православного митрополита, а отнюдь не чиновников Орды и не княжескому суду. Тот, кто ограбит духовное лицо, должен заплатить ему втрое. Кто осмелится издеваться над православной верой или оскорблять церковь, монастырь, часовню,
тот подлежит смерти без различия, русский или он или монгол. Да чувствует себя русское духовенство свободными слугами Бога. Яғни мына жошы ұлысы мәдениетті, дінді, тілді, тағы да басқа құндылықтарды, басқа халықтардың қорғап қана қоймай, оны дамуына жағдай жасаған. Енді соңында менің айтарым, мына Ресей қазір тіпті өзінің басқа жолмен жүріп келе жатыр. Ал біздің президентіміз айтқандай, осы ұлы жошы ұлысының құндылықтарымен жүруіміз керек. Әлі де айтарымыз бар. Енді соңында менің айтатыным мына Менгу Темур туралы. Бұл Ресей тарихшылары не жазса, о жазсын, бірақ біз жошы ұлысын қайтару, тарихын қайтару кезінде ең бір бастысы мына Менгу Темурге бір ескерткіш қоюымыз керек деп мен ойлаймын. Себебі мына жошы ұлысын егеменді тәуелсіз қылған 1269 жылы талас құрылтайында осы Менгу Темур болатын.